келеді. Ең бір жақсы назар аударуға тиіс нәрсе деп бір нәрсені айтар едім. Қазақтың кәдімгі қонақ келсе қыдыр келеді, қырықтың бірі қыдыр деген атақты мақалдары бар. Қазақта керемет қонақжайлық салт бар. Көшпенді халық ретінде біз бұрыннан да қонақжаймыз. Яссауидің жаңа өзіне дейінгіден де алды, өзіне кейінгілерге де берді дейтініміз осы жерде. Бұл жерде керемет жақсы бір синтез, симбиоз бар. Яссауидің арғы бабасы, 11-ші ата бабасы Ысқақ баб, сонау араб жерінен келген кезде, сол кезең туралы мысалға насабнама шежіресінде жазылады ғой. Сол насабнама шежіресінде атамыз Ысқақ баб біздің рұзғарымыздан, біздің заманымыздан, яғни бұрын 11 атам, біздің 11-ші атабамыз Ысқақ баб деп жазылады насабнамада. 80 жыл сайранда илму хикмет айтты дейді. Хикмет ілімін жайды деп айтады. Хикмет ілімін. Сөйтеді де, хикмет ілім деген ұғым сол кезден бастап қалыптасты қазақ даласында. Сөйтеді де, Қызыр Ілияспен сұхбаттас болу үшін 80 жыл суфрадарлық қылды деп айтады. Суфрадарлық. Суфра деген сыпыра, дастархан. Суфрадарлық қылды деген өзінің адал мүлкінен, уақыфтық мүлкінен баяғы халыққа, келім-кетім жолаушыға, аш-арыққа, керуен сарайындағы іспетті дастархан жайып отырды деген сөз. Әдетте күн сайын кешкі уақыт, шам намазынан кейінгі жаңағы ауызашар уақытында әдетте дастархан жайылады. Сол дастарханның барысында жаңағы айтқандай аш-арықта, басқа ғарып әсерлерде, жолаушылар да ол заманда қонақ үй деген жоқ қой, жолаушылар да сол дастарханнан дәм татады. Және сол жерде рухани ілім айтылады. Хикму хикма деп айтып отырған, яғни хикмет ілімі сол жерде айтылады. Яғни хикмет ілімі оны насихатталатын жері дастарханның басы болған. Және бұл суфрадарлық деген Ысқақ бабтан бұрын да келе жатқан не деп айтады. Кейде ол суфраны сары орамалмен байланыстыратындар да бар. Сафра деген сөз арабшада сары дегенді білдіреді. Рухани ілімнің символы немесе жаңағы биліктің символы сары орамал болған дейді. Жаңағы Ысқақ баб жолын тұтып келе жатқан жолда. Сондықтан сол кезінде сары орамалды кімге берсе, соған билік көшті, рухани ұстаздықта соған көшті дегенді білдіреді деп те айтады. Ал бірақ Яссауидің насабнаманың арғы жағына көз салсақ, ол сары орамалдан гөрі кәдімгі суфра, дастархан ұғымына қатысты екеніне көзіміз жетеді. Өйткені Яссауи айтады. Яссауи данышпан атақ айтады. Софы Мұхаммад данышпан Зернұқи. Зернұқтан шыққан данышпан айтады. Барғыл отырарға суфра тұтқыл деп айтады. Осы отырарға бар, дастарханыңды жай, аш арықты тойындыр, уақыфыңды құр, сол дастарханның басына уағыз насихатыңды айтып, хикмет ілімін әлемге жай, сол жерге елге жай деген ұғым нақты. Қазақтың қонақжайлық ілімі негізінде. Содан кейін осыдан ғой. Сосын бұл жерде тағы бір ұғым бар. Бұның барлығы жаңағы үрдіспен келе жатады, және ешқандай дүнияви мақсатты көздеп жасалмайды ғой бұндай сұхбаттар. Тек қана рухани мақсатты көздеп жасалады, ал рухани мақсатпен ғана жасалған сұхбатқа Қызыр келіп қатысады деген идея бар. Бұл мына рухани моральдық ілімнің, сопылық ілімнің негізінде бар идея. Сол үшін жаңағы сөз айтылады. Қызыр Ілияспен сұхбаттас болу үшін Ысқақ баб сайрамда 80 жыл суфрадарлық қылды деп, 80 жыл дастархан жайды халыққа дейді. Оған және тағы бір жерінде айтылады, 80 жыл Қызыр Ілияспен сұхбаттас болды деп айтады. Яғни сол рухани сұхбатқа Қызырдың келіп қатысқандығын білдіретін өзіндік өлшемдері. Тура сол секілді осы ұғымнан кейін қазақта қонақ келсе қыдыр келеді, қырықтың бірі қыдыр деген нәрсе қалыптасты.